Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Балалар, бізде қазір математика сабағы. Ортақ тақырып уақыт, бөлімше, шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептер шығару. Сабақтың мақсаты есептер шығаруды үйренесің. Балалар, құн, баға, сан. Балалар, бұл шамаларды сендер білесіңдер, иә? Я, дұрыс айтасыңдар. Сендер бұл шамаларды 1-тоқсанда өткенсіңдер. Яғни сол алған білімдеріңді одан ары дамыту барысында, одан ары білімдеріңді шыңдау барысында біздерге бұл тапсырмаларды қайта беріп отыр екен. Ендеше есімізге түсірейік. Құн деген не еді? Я, құн барлық сатып алынған затқа төленетін ақша. Ендеше мына формулаларды еске түсірейік балалар. С бұл саны, яғни сатып алынған тауардың санын анықтау үшін тауардың құнын оның бағасына бөлу керек. Б бұл бағасы, яғни сатып алынған тауардың бағасын анықтау үшін тауардың құнын оның санына бөлу керек. Q бұл құны, тауардың құнын анықтау үшін бағасын оның санына көбейту керек. Балалар, бұл формула сендердің ереже дәптерлерінде бар деп ойлаймын. Осы формулаларымызды еске түсіріп, қайта бір-бір қарап шығып жаттайық, иә балалар? Балалар, ендеше осы мақсатқа қол жеткізу үшін келесі оқу тапсырмаларымызға назар аударайық. Яғни балалар, дәптерімізді ашып, 18 қараша бүгінгі күн ретін жазамыз. Я, каллиграфиялық сәтке балалар 18 цифрын көркем етіп жазамыз. Жақсы балалар, жазып бітсек, оқу тапсырмамызға назар аударайық. Яғни бірінші оқу тапсырмамыз сендердің оқулықтарыңның 24 бетіндегі нөмірі 2 тапсырма. Яғни бұл тапсырманы балалар мына үлгіге назар аудара отырып шығарамыз, иә? Яғни бағасы 9 теңге дейді, саны 3 дана дейді. Құнын табу үшін не істейміз? Я, дұрыс айтасыңдар. Яғни құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. Яғни құны 27 теңге екен. Балалар, осы үлгіні назарлыққа ала отырып, бұл нөмірі 2 тапсырманы орындаймыз, иә балалар? Бұл тапсырма мынандай дескрипторлар арқылы іске асады екен. Дескриптор арқылы бірінші есептің қысқаша шартын жазады. Екінші есептің шешуін өрнек түрінде жазады. Үшінші өрнектің мәнін табады. Төртінші есептің жауабын жазады. Түсіндік қой балалар? Ендеше екінші оқу тапсырмамызға қарайық. Балалар, екінші оқу тапсырмасы сендердің оқулықтарыңның 25 бетіндегі нөмірі 7 тапсырма. Яғни, бірінші және екінші бағаның ғана шығарамыз балалар. Бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы іске асады. Бірінші өрнектің мәнін дұрыс табады. Екінші амалдардың орындалу реттілігін көрсетеді. Үшінші көркем жазады. Яғни балалар, бұл амалдардың реттілігін қарындашпен 1, 2, 3 деп көрсетіп, қай амалдан кейін қай амал орындалатынын не істейсіңдер? Жазасыңдар. Келістік пе балалар? Жақсы балалар, ендеше сабағымызды қорыта келе, сабақтың соңында кері байланыс жасаймыз. Яғни 3 леп белгісін жазсаңдар, маған бәрі түсінікті дегендерін, ал 1 леп белгісін және 1 сұрақ белгісін жазсаңдар, әлі де сұрағым бар дегендерін, ал сұрақ белгісін жібергендерін, әлі де көмекті қажет ететін дегендерін. Жақсы балалар, ендеше келесі сабаққа дайындала қойыңдар. Осымен математика сабағы аяқталды.